Сәлеметсіздер ме? Гүлжан өзінің гүл шоқтарымен Айгүлден кешірім сұрап келді, бірақ та Айгүл ол гүлдерін өкінішке орай қабылдамады. Және де барлығы қалай басталды, алдағы видеоларда көрсеңіздер болады. Шашын алдырғанбыз ғой, мына жерін оңдырмапты ше. Ой алған ғой, жаным. Өзін шашын қалай ғана осылай алды екен, осылай аямай құдай. Өсіп кетеді, шашын, Айгүл, Асылхан. Біз енді кафеге келдік. Білесіздер ме, мен қандай кафеге келдік? Білесіздер ме? Біз енді кафеге келдік. Білесіздер ме, мен қандай кафеге келсем де бірінші андай удобствоны таңдаймын. Балалардың ойнайтын жері шағын болсын, ойнайтын жері болу керек. Себебі пока заказ келем дегенше олар жеп біткеннен кейін бір жерде отырмайды. Білесіздер ғой, енді бала шағасы барлар біледі. Андай жыбырлап, жүгіріп, ойнап, ішіне сөйтіп елдің мазасын алып, сол үшін игровой зонасы барына келіп, біз алдында осы жерге бір аға мен жеңгем бар кезінде келген болатынбыз. Бір жақсы. Сөйлейтінде өзіме өзім тыныш, главный, адам көп емес. Осылай пока. Қазір көрсетсем балалар ойнап жатқан жерде. Мына жерде ойнап жүр екеусі. Жолдың бойында ғой. Осылай. Кішкентай болса да ондай жер бірағандай да, бала секіріп ойнап, пока тамақ келем дегенше бір өздеріме өздер жүріп кішкене. Іштері піспайды да, главное. Жоқ, зачем деймін да, зачем? Жоқ, зачем деймін да, зачем? Все уже бұрынғы жауып кеткен есікті қайттан барып ашып, болмаса бәрін қазып алып, бүйтіп бетіне шығарып, қайттан ол уже ондай не керегі бар деген ой келді маған бүгін. Енді өзімде әлі кішкене шок болып тұрған бар, себебі басым ауырып кетті, давлением түсіп кетті ма, погодадан ба білмеймін, шыны керек кішкене басым ауырып тұр. Енді көбісі видеоны көріп та жіберіп жатыр маған да. Өзімде кішкене шок болып қалдым. Стримға кіріп, өзімше адамдармен әңгіме айтып отырам ба десем, кіріп келіп бір уақытта енді түсінбей қалдым да өзім, ойбай деп, қалай қаяқтан деген сияқты. Сосын привет деп не алдық, емес стримді өшіріп дальше. Былай көп әңгіме айта алмадық, шыны керек, себебі екеумізде енді сөйлескен жоқпыз осыған дейін, сонымен настроениемде ондай күшті болған жоқ, көрген кезде де бір қатты қуаныш деген сияқты ондай чувство болған жоқ менде вообще. В общем, білмеймін, басым қатып кетті, лучше керек емес сияқты, жабылған есік жабылған күйінде қалсын. Енді дұрыс болады деп ойлаймын болды. Енді жалғыз жүр. Жоқ, мүлдем ауыр тиген жоқ маған. Осындай сұрақтар негізі көп келеді бұрынғы тұрмысым туралы. Мүлдем маған ауыр тиген жоқ. Неге? Себебі мен айырылысып жатқан кезінде все, мен конкретно артқа жол жоқ деп айырылысқан адаммын. Біріншіден. Екіншіден, мен айырылысқаннан кейін өкініп, сол нәрсеге егерде менікі дұрыс. Мен негізінде по-любому любой отношенияда мен айырылысқаннан кейін мен саралаймын. Менікі қай жерде дұрыс болмады. Онға қай жерде дұрыс болды деген сияқты. Егер мен өзім пікір дұрыс екенін мен 100%-ға біліп тұрсам, мен ол адам қайтып бармаймын. Мүлдем. Ал егерде мен өзім кейбір кезінде өзім пікір дұрыс емес, ол еркелікке салынып кеткен болса, ол адам келіп кешірім сұрап тұрса, мен жарайды деп кешіруім мүмкін болар еді. А так ондай ситуация шынымен де болды. Кешірім сұрау, кішкене может қосылсақ қалай болады деген сияқты. Сол үшін мен бір рет шешім қабылдағаннан кейін, что все болды, бәрі бітті дегеннен кейін, ол жерде значит бәрі бітті деген сөз. Енді жоқ, мүлдем ауыр тиген жоқ маған. Осындай сұрақтар негізі көп келеді бұрынғы